Қайырлы күн, бүгін сіздермен бөлке нанның рецептісін бөлісемін. Өте жұмсақ, дүкеннен кем түспейтіндей, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз, тұз саламыз, шекер саламыз және де ашытқыны салып, жақсылап құмшекері мен тұзы ерігенше араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін үстінен електен өтілген ұнды саламыз және де жұмсақ қамыр илейміз. Міне осылай жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Барлық құрамын видеоның астында жазып қоямын. Міне осылай илеп жатқан кезде үстінен сұйық майды құйып, тағы да майы сіңгенше жақсылап тұрып осылай илейміз. Осылай илеп алғаннан кейін жақсылап бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамыр жарты сағат, 1 сағат ішінде көтеріледі. Осылай көтеріліп алған қамырды аламыз да екіге теңдей бөлеміз. Бізде осы рецепт бойынша 2 бөлке нан шығады. Теңдей екіге бөліп аламыз және де әр қайсысын біз онымен жұмыс жасай отырып, қолымызбен қамырды жайып шығатын боламыз. Міне осындай жұмсақ, қолға икемді болады. Жабысқақ болғандықтан осылай онымен жұмыс жасаймыз. Дәл осылай қолмен жайып аласыздар. Одан кейін тура видеодағыдай қамырды орап шығамыз. Міне осылай. Осылай орап аламыз. Біздің бөлке нанның қамыры осымен дайын болды. Енді біз қалыптарды дайындайтын боламыз. Менің үйдегі бөлке нан пісіретін қалыпым бұрынғы кездері қолданылып, қазіргі кездегі түрі осындай еді. Үй жағдайында ешқандай химикатсыз осы қалыпты және қазандарымды әппақ етіп ағартып алдым. Міне қараңыздар, осындай болып шықты. Қазандарды, осындай қалыптарды тазалауды, ағартуды мен алдыңғы видеоларда сіздермен бөліскенмін. Міндетті түрде қарап көрсеңіздер болады. Өздеріңіздің ас үйіңіздегі ыдыстарыңызды сол әдіспен тазалап көрсеңіздер өте керемет әдіс. Ең алдымен осындай қалыпқа қамырды салмай тұрып майлап аламыз. Сол кезде бөлке нандар жабыспай әдемі болып піседі. Жақсылап тұрып майлап алғаннан кейін қамырларды саламыз және де бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қамырымызды көтерілгенше қоямыз. Дәл осылай көтеріледі. Осы кезде пешімізді 180 градуста қыздырамыз. Қызып тұрған 180 градустық пеште бөлке нанды 35-40 минутта пісіріп аламыз. Енді ол өздеріңіздің пештеріңізге де байланысты болуы мүмкін. Қарап тұрасыздар. Міне осылай әдемі болып пісіп шығады. Міне осылай жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөлке нанға сары май және тосаптарды жағып жесеңіздер, дәмі керемет болып шығады. Видео ұнаса, достарыңызбен, жақындарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар.